Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін жасушалық биология, су және органикалық заттар тарауы, соның ішінде өсімдіктер мен жануарлар жасушаларының құрылыс ерекшеліктері тақырыбымен танысамыз. Барлық тірі организмдер тек микроскоппен ғана көруге болатын ұсақ бөлшектерден тұрады. Бұл бөлшектерді кейіннен жасуша деп атаған. Жасушаның екінші атауы ол клетка деп аталады кейде. Сондықтан екі атауды сіздер қатар белгілей бересіздер. Алғаш рет жасуша атауын 1665 жылы Роберт Гук қолданған, және содан бері бұл ғылымда жасуша деп аталып кеткен. Бүкіл организмдер жасушадан тұратын, сіздер білесіздер, олардың мөлшері, пішіні және әртүрлі қызмет атқарады. Дегенмен олардың химиялық құрамында ұқсастықтар бар екенін алдыңғы сабақтарда сіздер өткен болатынсыздар. Кез келген жасуша ол жүйе болып табылады, және ол қабықшадан, цитоплазмадан және ядродан тұрады. Келесі слайдқа көшеміз. Міне қарап отырыңыздар, осы жерде сіздерге өсімдік жасушасы мен жануар жасушасы берілген. Осы екеуі де қабықшадан, цитоплазмадан және ядродан тұрады. Осы жасуша қабықшасының рөліне тоқтала кетейік. Енді сіздерге өйткені ұбт-да әрбір органоидтардың қызметтері туралы сұрақтар келеді. Сондықтан жасуша қабықшасының басты рөлі ол жасушаны сыртқы ортаның әсерінен қорғайды, көршілес жасушалармен өзара қарым-қатынасты қамтамасыз етеді, және де осы жасуша қабықшасы арқылы жасушаға су мен қоректік заттар түсіп, тіршілік әрекетінің өнімдері сыртқа шығарылып отырады. Міне қарасаңыздар, өсімдік жасушасында міне сыртқы қабығы, және де жануар жасушасында сыртқы қабығы бар. Енді келесі бізде цитоплазма. Қараңыздар, міне өсімдік жасушасында жалпы өн бойын деп айтсақ та алып жатады, және жануар жасушасында да цитоплазма бар. Бұл өте жаңағы желім тәрізді сұйықтық болып табылады. Ол жасушаның ішін толтырып тұрады және үнемі қозғалып тұрады. Бұның басты ерекшелігі. Онда белгілі бір қызмет атқаратын жасушалық құрылымдар органоидтер болады. Яғни жасушаның түгел бөлігін алып жатса цитоплазмада, осы цитоплазмада органоидтар орналасады. Солардың бірі жаңағы ең басты 3 органоидты атап кеттік қой. Енді ядроға тоқталамыз. Міне қараңыздар, өсімдік жасушасында ядросы және жануар жасушасында ядросы. Бұл жасушаның ең маңызды бөлігі болып табылады. Екеуінде де олар көбеюге қатысады. Яғни ядросы 2-ке, 4-ке, 6-ға дейміз, ары қарай жұп-жұппен бөліне береді. Бұның басты қызметі көбею. Тестте келгенде осы сұраққа жауап бересіздер, көбею қызметін атқарады деп. Жалпы өсімдіктер мен жануарлардың құрылысында бірдей тіршілік процестері бар, және оларға қарама-қарсы өздеріне тән ерекшеліктер мен айырмашылықтар да болады. Енді біз осыларға тоқтала кетейік. Өсімдіктер мен жануарлардың бірінші ерекшелігі олардың жасуша қабықшасына қатысты. Яғни өсімдік жасушаларының жасуша қабықшасы қалың болып келеді, және тығыз олар жасуық дейміз. Жасуық дегеніміз ол клетчатка. Ал жануарлар жасушасының жасуша қабықшасы жұқа болып келеді. Қараңыздар, өсімдіктікі қалың, жануардікі жұқа. Мән береміз. Енді бұдан басқа тағы да бір ерекшелігі, өсімдік жасушасының цитоплазмасында пластидтер бар. Мына жерде қарасаңыздар, мына шет жақта жасыл болып тұрғандардың барлығы бұлар пластидтер. Соның ішінде пластидтердің бізде 3 түр болады. Олар хлоропласттар, хромопласттар және лейкопласттар. Мына екінші суретке қарасаңыздар, жануарда пластид жоқ. Ол тек қана өсімдікке ғана тән болып келеді. Енді осы туралы сіздерге сипаттама бере кетейін. Жаңағы мынау жасыл болып тұрғандар, бұлар хлоропласттар, түсі жасыл болып келеді. Түрлі түсті боялатын хромопласттар бар. Ол бұл жерде берілмейді. Оны мысалы ретінде біз неден көре аламыз? Хромопласттарды жапырақтардан, мысалы күз уақыты келгенде жапырақтардың түстері өзгере бастайды, сары, қызыл, әртүрлі түске. Осыны бұл хромопласттардың көрінісі болып табылады. Немесе жемістердің түстері де хромопласттарға мысал болып табылады. Және де түсі лейкопласттар. Лейкопласттарды ол жаңағы өсімдіктің тамырынан, түйрегінен көреміз, сондықтан оларды біз түссіз деп атаймыз. Тағы да бір ерекшелік, өсімдіктердің жасыл түсінің басым болуы құрамдағы хлорофиллы бар хлоропласттарға байланысты болып келеді. Яғни өсімдік жапырағы мысалы жасыл түсті ма, яғни хлорофилл көп. Ол пигмент, сондықтан оның түсі жасыл болып келеді. Және де осы жаңағы хлорофилл пигментінің бар болуына байланысты күн энергиясы мен химиялық заттар энергиясына айналып отырады.
Жаңа айтып кеттім, жануар жасушасында пластид жоқ дедік, иә? Неге жоқ деп ойлайсыздар? Бұны сіздер жалпы жаратылыстану пәнінен таныс едіңіздер. Неге жануарлардың жасушасында пластидтер жоқ? Себебі олардың қоректену тәсілі гетеротрофты болып табылады. Гетеротрофты дегеніміз не еді балалар, естеріңізде бар ма? Есімізге түсірейік. Егер ұмытып қалсаңыздар, яғни гетеротроф дегеніміз өсімдіктер түзген дайын ағзалық заттарды қолданатын организмдер, бұлар гетеротрофтар. Мен айтқан болатын, өсімдіктер автотрофтар, олар ағзалық заттарды өздері түзеді және өздері соны пайдаланады, жартылай деп. Ал жануарлар тек қана сол дайын тұрған өсімдікте мысалы жеп қоректенеді. Сондықтан оларды гетеротрофтылар деп біз атаймыз. Бұл ерекшеліктер балалар, иә? Екінші ерекшелігі болатын. Үшінші ерекшелігі қандай дейтін болсақ, өсімдік жасушасында мөлдір көпіршіктер бар. Оларды біз вакуольдер деп атаймыз. Міне қарасаңыздар, үлкен болып көрсетілген, яғни вакуоль. Бұл да сұйықтық болып табылады және ірі болып келеді. Вакуольдің қызметі қандай? Тесттен осы сұрақ келеді бізге. Ол су алмасу мен тургор қысымын қамтамасыз етеді және қоректік заттардың ерітінділері болады. Яғни осы екі жауап сіздерге үнемі келеді. Немесе былай да келуі мүмкін, 6-шы сыныптың оқулығы бойынша енді мүмкін келмеуі де мүмкін, қысымды реттеу деген болады. Тестті жауапты. Өсімдіктің қысымын реттейтін қай орган өтесе, сіздер вакуоль дейсіздер. Ал жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша 7-ші сыныпта ол су алмасу мен тургор қысымын қамтамасыз ететін, немесе вакуольдер қоректік заттардың ерітінділері болып табылады дейміз. Жануар жасушасында қараңыздар, студенттер, мына жерде вакуоль берілген бе? Мән беріңіздер. Жануарлар жасушасында вакуольдер жоқ, балалар. Тек қана бір жасушалар организмдерде бар. Бір жасушаларға нелер жатушы еді? Олар жаңағы амебалар, иә, вольвокстар, эвглена дейміз. Көзге көрінбейтін бір ғана денесі клеткадан тұратын организмдерде ғана вакуольдер болады. Және де ол бір жасушалардағы вакуольдердің қызметі, ол мысалы ас қорыту вакуолін алатын болсақ, астың ыдырап шығып кетуіне жауап беріп тұрып, мысалы отырады. Жиылғыш вакуолі бар, ол артық суды сыртқа шығарылуына жауап беріп отырады. Бұл басты ерекшеліктер болып табылады. Енді тағы да өсімдік жасушасына келетін болсақ, өсімдік жасушасында қорға жиналатын көмірсу, ол крахмал болып табылады, ал жануар жасушасында гликоген болып табылады. Сіздерге тестта көбінесе осы сұрақ келеді, өсімдіктердің қор заты деп келеді. Сонда сіздер не жауап бересіздер? Крахмал деп жауап бересіздер. Ал жануарлардың қор заты десе, гликоген деп жауап бересіздер. Крахмал да жаңа гликоген де бұларда көмірсу болып табылады. Енді мына сурет бойынша қысқаша айта кетейік тағы да, иә, оны сіздер енді білсеңіздер де қайталаймыз. Өсімдік жасушасының құрылысы жасуша қабығынан тұрады, қызметін айтып кеттім, және ядродан тұрады, вакуольден, цитоплазмадан, хлоропласттан тұрады. Мына жерде тағы да екі түр бар, бұл ауызша сіздерге айта кеттім. Ал жануар жасушасына келетін болсақ, ол Golgi жиынтығынан, бұлар туралы сіздерге кейін ақпарат келесі сабақтарда береміз әлі. Пеноцитоз көпіршігінен, плазмалық мембранадан, цитоплазмадан, центриольден, ядродан, митохондриядан, лизосомадан тұрады. Енді сіздерге тағы бір айтатын ақпарат, мына жерде цитоплазма, иә, ол яғни сұйықтық деген сөзден шыққан. Цитология ол жасушаны зерттейтін ғылым, иә, түбірі. Плазма ол сұйықтық деген. Ядро деген ол карион деген сөзден шыққан. Ядро, бір сөзбен қазақша аудармасы, цитоплазманы айттым, хлоропласт, олар жаңағы пластидтердің түрлері болады. Осы жалпы өсімдік пен жануар жасушасының құрылысындағы ерекшеліктер мен айырмашылықтардың тақырыбы сіздер түсінікті деген ойдамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылып, лайк басып, өз ойларыңызды білдіріп, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.